Баршаңызға қайырлы күн. Үйіңізде ет болмаса, осындай гречкадан котлет істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Гречкамызды алып, су құйып, 3 қайтара тазалап алатын боламыз. Темір ыдысымызға салып, су құйып, шым-шым тұз салып, газге қоятын боламыз. Картошкамызды турап, ыдысымызға салып, су құйып, тұз салып, газге қоятын боламыз. Картошкамыз бен гречкамыз піскенше, теркадан сәбізімізді өткіземіз, пиязымызды майдалап тураймыз, чесногымызды да майдалап турайтын боламыз. Қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер, коммент жазып, лайк басуды ұмытпаңыз, мен үшін өте маңызды. Табамызға сармайымызды қосып, қызартып, пиязымызды қуырып, сәбізімізді салатын боламыз. Пістау дегенде чесногымызды салып, қызартып, қуырып аламыз. Ыдысымызға гречка, картошка, подливымызды салып, бұрышымызды салып, жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Майдалап, езетін боламыз. Қараңыздар, осындай көлемде болады. Ұнымызды салып, тағы да араластырып, сопақша, домалақша қыл қолдарыңызбен форма істесеңіздер болады. Екі жағын ұнға аунатып, ыдыстарымызға қоя береміз. Астына құрамын жазып қойдым. Морозильникке сақтап қоюға болады. Қызып тұрған ағмайда екі жағын қызартып, қуырып алатын боламыз. Дайындау жолы өте оңай. Піскен котлеттерімізді бумажный салфеткаларымыздың үстіне қоятын боламыз. Қалаған гарнирлеріңізді қосып ұсынсаңыздар болады. Қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Мен үшін өте маңызды. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп алыңыз.